Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Ереке, Құлеке, Қожа мырза. Қош келіпсіздер біздің ардамызға. Бүгін біз сіздерді естіп, қуанып, осындай азаматтар облыстық сайлауға түсіп жатыр деп депутаттыққа сіздермен кішкене ғана сұхбаттасып кетуге келіп отырмыз. Сіздің қайдан шықтыңыз, өмірбаяныңыз туралы қысқаша білгіміз келеді. Айтып өтсеңіз, Ереке. Мен енді Шалтан Еркінбай Керімбайұлы 1978 жылы дүниеге келгем, 2 ақпанда. Көп балалы отбасында дүниеге келгем. Сол өмірде міне қазір әлеуметтік мәселелермен айналысып жүрген азаматпын. Сонда немен айналыстыңыз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді мен жоғары бір қызметте жұмыс жасамаған, мен әлеуметтік жұмыстармен жайлы мұрагер жастар орталығы деген жастар орталықта координатор болып, осындай жастармен жұмыс жасадық, өзіміз сияқты азаматтардың жұмысын үйлестіруші болып бастадым. 2005 жылы осы жағдайға түсіп қалғаннан кейін оған дейін әскер қатарында болдық, балалық шағымызбен шаруаның баласы болдық, шаруашылықтың барлық түрін жасадық. Енді малда, егінде ектік, ремонтты жасадық, жаңа үйлерге құрылыспен де айналыстық. Енді осы жағдайға түскеннен кейін 2005 жылдан кейін мұрагер жастар орталығында Сайпунов Бауыржан деген азамат бар, осы Шапағат құрылтайшысы Қошқаров Құлажан деген азамат бар. Солармен сол қоғамдық бірлестіктің жұмысы арқылы 2013 жылы мен Жайылма қоғам бірлестігі деген бірлестікте координатор, жаңағы ұйымдастырушы болып жұмыс жасадық. Жастармен, шетелдік гранттармен, әлеуметтік мәселе бойынша осы күнге шейін 2013 жылы осы өзіміз бастама көтеріп, Қошқаров Құлажан, Сайпунов Бауыржан, Шалтан Жасұлан, марқұм Байғалиев Ғизат деген доктор ағамыз болған Павлодардан, осы Шапағат мүмкіндігі шексіз азаматтар қауымдастығының құрылуына Шапағат мүгедектердің қайырымдылық қоры деген қор ашып, сол форматта қазір жұмыс жасап келе жатқанымызға 10 жыл болыпты. Қазіргі таңда сол енді қазіргі қызметім Түркістан облыстық қоғамдық кеңесінде мүшемін, және мен арнайы осы Шапағат мүмкіндігі шексіз азаматтар қауымдастығының төрағасымын. Қоғамның белсенді бір азаматымын. Бір қызмет дейтін менде ондай қызмет жоқ, бірақ осы қызмет менде халыққа деген қызмет. Сол қызметіңіз. Ең басты мәселе халыққа деген қызметіңіз.